Ай, бала. Ала ғой. Рахмет. Айтпақшы ұмытып барады екен. Тоқтай тұр. Менің сиқырлы кітабым не дейді екен? Менің сиқырлы кітабым айтады, еш нәрсені рұқсатсыз алуға болмайды дейді. Рұқсат сұрау керек дейді. Бұларды алуыма бола ма? Болады. Рахмет. Айтпақшы, атың кім? Жомарт. Süt пен нанды тегін алсам бола ма? Әкең қайда? Анаң неге келіп алмайды? Олар өмірден өтіп кетті. Бізді тек әпкеміз бағады. Тоқтай тұр. Менің сиқырлы кітабым не дейді екен? Әке шешем өмірден өтіп кеткен. Болады екен. Ал аға. Атам, мен бүгін апайымнан ұрыс естімеу үшін өтірік айтып қойдым. Сиқырлы кітабыңызға қарап жібересіз, ол туралы не деген екен? Өтірік айтуға болмайды деген екен. Жомарт, әкем өмірден өтерде маған аманат еткен еді. Бұл кітапты Жомарт ержеткенде бересің деген. Елімізге танымал кәсіпкер Жомарт Асқарұлы тағы да өзінің жомарттығын көрсетті. Ол енді өз туған ауылына аурухана салып берді. Естеріңізге сала кетейік, ол осыған дейін де ауылына жол салып, әр үйге газ, су құбырларын өткізіп, мектеп, балабақша, мешіт салып берген еді. Онымен қоса жетім жесірлерге үй салып беріп, олардың бала шағаларына тегін оқу стипендиясын алып беріп, ауылын қуантқан еді. Ол тек ауыл емес, бүгінгі таңда барша қазақ жұртын қуантып отыр. Жомарттай жомарт азаматтарымыз көп болса екен. Арнайы репортажымызды сол ауылға арнаймыз.